Айнұр мен Ерлан бір қалада өмір сүрсе де, жолдары ешқашан қиылыспаған. Бір мектепте оқыған, бір көшеде жүрген, бір кітапханада кітап іздеген. Бірақ тағдыр оларды әрдайым айналып өтетіндей еді. Айнұр суретші. Ол бояулармен сөйлесетін, әрбір кенепке жүрегін төгетін. Ерлан музыкант. Ол ноталармен сырласатын, әрбір әуенге сағынышын қосатын. Бір күні күздің салқын кешінде екеуі ескі кітап дүкенінде жолықты. Айнұр ескі поэзия жинағын іздеп жүрген, Ерлан сол жинақтағы бір өлеңге ән жазғысы келген. Қолдары бір кітапқа қатар созылды. «Кешіріңіз», деді Айнұр күлімсіреп. «Сіз де осы кітапты іздеп жүрсіз бе?» деп сұрады Ерлан. Сол сәтте екеуі бір-бірінің көзінен таныстықты көрді. Бірақ бұл таныстық тым кеш келген еді. Ерлан ертең басқа қалаға көшетін, ал Айнұр жақында шетелге көрмеге аттанатын. Олар сол кешті бірге өткізді. Қаланың тыныш көшелерін аралап, өмір туралы, өнер туралы, махаббат туралы сөйлесті. Таң атқанда қоштасу сәті келді. «Егер біз ертерек жолыққанда», деді Айнұр. «Мүмкін бәрі басқаша болар ма еді», деп жауап берді Ерлан. Олар екеуі тым кеш жолықты. Бірақ сол бір кеш екеуінің жүрегінде мәңгі сақталды.